Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай самса әзірлейміз. Ең алдымен маргаринімізді ұнымызға үккіштен өткіземіз, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны саламыз, қаймақ саламыз, жақсылап араластырамыз. Тұз салуды ұмытпаймыз. Жақсылап қамыр елейміз. Дайын қамырымызды пакетикке кигізіп, холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Дайын тестамызды холодильниктен жарты сағаттан соң алып, жақсылап жайып, қалаған формамызда түйіп аламыз. Бұл самсаның артықшылығы өте оңай, көп уақытты қажет етпейді. Дайын самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, қалауыңызша мак немесе күнжіт себуіңізге болады. Қызып тұрған 200 градус пеште пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.